Қайырлы күн достар. Бүгін Рубик тежесін құрастыруды одан әрі жалғастырамыз. Яғни бүгін 7-ші қадам. Алдыңғы сабақта біздер сары кресттің жанындағы түстерін өз орындарына сәйкестендіріп қоюды үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі 7-ші қадамның мақсаты бұрыштарын сәйкестендіру. Яғни бұрыштарын өз орындарына қоюды үйренетін боламыз. Мысалы, мына Рубик текшесінде бұрыштар келмей тұрды, көрдіңіздер ме? Мына көкпен қызыл, жері жасылмен қызыл сары. Ал мына Рубик текшесінде барлығы өз орындарында сәйкес келіп тұр. Бүгін соны қалай қоятындығын мен сіздерге үйретемін. Ендеше сабағымыз бастайық. 7-ші қадам. Алдымен біздер мына бұрыштарды өз орындарына әкелу үшін не істеуіміз керек? Алдымен бірінші қарап шығуымыз керек. Бірінші мына бұрыш өзінің орнында тұр ма, соны қарауымыз керек. Қарайық. Қызыл түс, мұнда жасыл түс екінші жағында да. Оның екі жағындағы түспен сәйкес келмейді, яғни көкпен мұнда қызыл сары. Бұл бұрыш өзінің орнында тұрған жоқ деген сөз. Келесі бұрышты қарайық. Бұл бұрышта өзінің орнында тұрған жоқ. Себебі жанындағы түс қызыл сары мен жасыл болса, мұнда көк түс пен қызыл түс екен. Яғни бұл бұрыш өзінің орнында тұрған жоқ. Тағы да көбекті айналдырайық. Мына бұрыш бұл да өз орнында тұрған жоқ. Жасыл түс, мұнда қызыл түс, ал мұнда көк пен қызыл сары. Төртіншісін қарайық. Төртіншісі де өз орнында тұрған жоқ деген сөз. Яғни түстері сәйкес келмейді. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда кез келген бағытын ұстай беруге болады. Қазір тағы да түсіндіріп өтемін. Бұл бұрыштарды орнына қою үшін біздерде рыбка деп аталатын алгоритм бар. Сол алгоритмді үйренетін боламыз. Енді ұстау бағытын, яғни егер де төрт бұрышы төртеуі де сәйкес келмей тұрса, онда кез келген бағытта ұстай беруге болады. Енді мұқият қарап алыңыздар, рыбка әдісі қалай екен. Егер де төрт бұрышы төртеуі де сәйкес келмей тұрған болса, кез келген жағын бастай беруге болады. Алдымен үстіңгі бөлігін былай қарай ысыра апарып қоямыз. Яғни мына бұрышты былай ысыра апарып қоямыз. Осының оң жағын көтереміз. Мен сіздерге рыбка алгоритмін үйретіп жатырмын. Сосын үстіңгі бөлігін қайтадан орнына апарып қоямыз. Сосын сол жағын көтереміз. Сол жағын көтергеннен кейін үстіңгі бөлігін тағы да сағат тіл бағытымен бұраймыз. Сосын оң жағын түсіреміз. Оң жағын түсіргеннен кейін үстіңгі бөлігін қайтадан өзінің орнына апарамыз. Сағат тіл бағыты бойынша, сосын сол жағын қайтадан өзінің орнына түсіреміз. Сосын қараймыз. Яғни неше бұрышы келгендігін. Бір бұрышы келмей тұр, көк пен қызыл сары, мұнда жасыл мен қызыл. Мына бұрышы қызыл мен жасыл, бұл бұрышта келмей тұр екен. Үшінші бұрышы көк пен қызыл, бұл бұрышта келмей тұр. Бізде тек қана бір бұрышы ғана келіп тұр екен. Жасыл мен жасыл, және де қызыл сары. Тек бір бұрышы ғана келіп тұр. Мына үшеуі келмей тұр. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда біз қай жерден бастаймыз? Келіп тұрған бұрышын оң жақ жоғарыға әкеліп қоямыз. Яғни мына үстіңгі бөлігі бұралып кетпеу керек. Естеріңізде болсын, бұралып кетпеу керек. Мына ортасындағы түстер сәйкес келіп тұру керек. Келіп тұрған бұрышын әкеліп оң жаққа алып келеміз, яғни былай ұстамаймыз, керісінше былай жасаймыз деген сөз. Оң жаққа деген сөз. Түсінікті ғой да? Сосын одан әрі рыбка алгоритмін жалғастырамыз. Келіп тұрған бұрышты былай қарай ысырып қоямыз. Рыбка жаңағы көрсеттім осының алдында. Сосын оң жағын көтереміз. Үстіңгі бөлігін қайтадан бұраймыз. Сол жағын көтереміз. Үстіңгі бөлігін тағы қарама қарсы бағытта бұраймыз. Оң жағын түсіреміз. Үстіңгі бөлігін қайтадан бұраймыз. Қарама қарсы бағытта, сосын сол жағын түсіреміз. Енді қарайық. Біздің жаңағы бастаған бұрышымыз осы. Ол өзінің орнында тұра береді. Қалған үш бұрыш келді ме екен, келген жоқ па қарап шығайық. Мына бұрышқа қарасақ, қызыл мен қызыл келді, жасыл мен жасыл келді. Қызыл мен көк түс келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Мына бұрыш яғни өзінің орнында тұр деген сөз. Көк пен көк келді, қызыл сары келді. Яғни біздер төрт бұрышты өз орындарына
яғни рыбка алгоритмі арқылы қоюды үйрендік бүгінгі сабағымызда. Назарларыңызға көп рахмет. Егер де алдыңғы қадамдарды көрмеген болсаңыз, сілтеме қалдырып кетемін. Жоғарыда сол сілтеме арқылы кіріп көруіңізге болады басынан бастап. Келесі қадамды үйрену үшін арнаға тіркеліңіздер. Уақытылы көру үшін қоңырауын суретін басыңыздар.